Сүйінші. Зухра Бексұлтан мен анасынан кешірім сұрады. Зухра әлеуметтік желідегі парақшасында жылап тұрып Бексұлтанға және оның анасына жазба жариялап кешірім сұрады. Зухра, өзімнің жақсы көретін адамымды ашу үстінде сонша жерге қаратқаныма қатты ұяламын. Мен үшін бұл үлкен сабақ болды. Мейлі ұрсыңыздар, жамандаңыздар, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Иә, ашумен қатты артық кеттім. Мен үшін бәрін қолынан келгенін жасап жүрген күйеуімді ел алдында табаладым. Бұның бәрі ашумен болды. Менің ең жаман қасиетім сабырсыздығым және қатты ашы тілім. Бексұлтан үйге де көмектесті. Баламның оқуына дейін төлеп асырап жүрген адамымды мен қалай қастандық жасағаныма өкіндім, бірақ айтқан сөздерімді әттең қайтып ала алмаймын. Әттең бәрін кеш түсіндім. Мен Бексұлтанды қатты жақсы көремін. Кеше түнде кездесіп мен мамамнан күйеуімнен кешірім сұрадым. Сіздерден сұрарым, бізді қатты сөкпеңіздерші. Комментарийлерді оқып өліп кете жаздадым. Сүйегімнен өтті, ұялдым, түсіндім. Ешкімнің басына бермесін, бірақ отбасымды сақтағым келеді. Мейлі кім не ойласа да, бұл менің өмірім, мен қателестім, енді содан сабақ алдым. Бұл ситуация болуы керек те шығар, мен енді бәрінің қадірін түсіндім. Тыныш қана бақытты өмір сүргім келеді, деді жылап тұрып танымал қосылай қатысушысы мисс Зухра Хакиева. Еске салайық, Бексұлтанда Зухра жайлы әсерлі жазба жариялап өзін кінәлаған болатын. Тіпті осыдан кейін қызда әйелде алмаймын, анам, қыздарым және отбасым үшін өмір сүремін деген болатын. Естеріңізге сала кетейік, Бексұлтан мен Зухраның ажырасуы бүкіл миллиондаған көрермендер мен желі қолданушылар арасында үлкен пікір талас тудырған болатын.